мақсатта облыс бойынша кезең-кезеңмен жұмыс жүргізуде. Біріншісі, шегірткенің шығуына мониторинг іс-шаралар белсенді жүргізілуде. Бұл жұмыстармен 2,3 миллион гектар қамтылды. Қазіргі уақытта мониторинг қызметінің мамандарынан 263 адам және аудан әкімдері қосымша тартқан қарап тексерушілердің жергілікті саны жұмыс істейді. Қажет болса, қарап тексерушілер саны артады. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан шегіртке ошақтарынан анықтау үшін 654 адам анықталып, оқытудан өтті. Екіншісі, зиянкестердің ошақтарына тиімді өңдеу жүргізу. Биыл облыстың 12 ауданда 650 мың гектар жерді өңдеу жоспарлануда. Олардың негізгі алқаптары Наурызым, Амангелді, Жангелдин, Қамысты аудандарында және Арқалық қаласында орналасқан. Қазір бұл аудандарда шегіртке зиянкестерінің белсенді түрде шығуы байқалады. 150 мың гектар қарап тексерілді. Оның 57 мың гектар өңдеуге жатады. Ағымдағы кезеңде 51 мың гектар өңделді. Олардан дақылдарға зиян болмайды. Барлығы шегірткеге қарсы кемінде 66 бірлік мамандандырылған техника тартылатын болады. Тиімді өңдеу жұмыстары үшін әртүрлі техникалар таңдалды. Ол жер үсті бүркіткіштен аса жеңіл авиацияға дейін менің төралығымен фитосанитарлық іс-шараларды өткізу жөніндегі облыстық штаб жұмыс істейді. Шегірткеге қарсы өңдеу жұмыстарын жүргізудің барлық мәселелері бақылауға алынды. Ауыл шаруашылығының министрлігі мен жергілікті атқарушы органдарының қызметтері бірлесіп жұмыс істейді. Болжалды аумақты өңдеуге арналған пестицидтердің қажетті көлемі бар. Өңдеу жұмыстары қойра, ахиллес, десенлин және басқалар тиімді пестицидтермен жүзеге асырылады. Арқалық қаласы бойынша шегірткенің тартуына 185 мың гектар қарап тексерілетін болады. Жұмысқа 42 адам тартылды. Ағымдағы кезеңде 14 мыңнан астам гектар қарап тексерілді. 7,5 мың гектардан өңдеуге жатады.